Көшбасшылықтың 11 құпиясы. Бірінші, ештеңеден қаймықпайтын батылдық. Бұл қасиет өзінің өмір бойы жинақтаған біліміне негізделген болуы керек. Өз-өзіне сенімсіз және істе батылдық көрсете алмайтын басшының қасында ешбір шәкірт қалғысы келмейді. Ақылы асқан шәкірттер мұндай ұстазды пір тұтпайды. Екінші, өзін-өзі басқара білу. Өзін-өзі билей алмайтын адам басқаны да басқара алмайды. Басшының осылай өзін-өзі басқара білуінің оның қол астындағыларға да тигізер әсері ұшан теңіз. Ақылды басшы мұны естен шығармаған жөн. Үшінші, қылыштай өткір әділдік. Әділетсіз басшының басқаларға ұнары шамалы. Сол себептен де оның қол астындағылар мұндай басшыны сыйламайды. Төртінші, шешімнің нақтылығы. Нық шешім шығара алмайтын, шешім шығару мәселесіне келгенде қипақтап қалатын басшылар негізінен өзіне сенімсіз адамдар қатарынан болады. Ондай адам басқаларды да басқара алмайды. Бесінші, жоспардың нақтылығы. Жолы болғыш басшы жұмысын жоспарлап, жоспарын іске асыра білуі керек. Нақты жасалған жоспары жоқ, тек ойша кесіп-пішіп жұмыс істейтін басшылар желкенсіз қайық іспеттес. Жел қайда айдаса сонда жүретін олар ерте ме кеш пе қайраңда қалатыны айдан анық. Алтыншы, қол астындағы жұмысшылардан гөрі өзіне көп талап қою. Басшының басты қасиеттерінің бірі оның өз қол астындағылардан талап еткеннен де артық уақыт жұмыс істей білуі. Сонда ғана ол басқалардың көрсетілген межеден артық жұмыс істеуін талап ете алады. Жетінші, тұлғаның тартымдылығы. Менмен өр көкірек басшы ешқашанда басқаларға үлгі бола алмайды. Басшы болу үшін сыйлы болу шарт. Өз беделі мен атақ абыройын артық тұтпайтын басшыны басқалар да қадірлемейді. Сегізінші, жанашырлық пен адами түсінікті. Жолы болғыш басшының басқалармен мұңдас болуы керек. Олардың жай күйін, өмір тіршілігін, басына түскен ауыртпашылығын, тіпті қуанышында да бөлісе білген басшы ғана нағыз басшы. Тоғызыншы, жағдайға қанық болу. Нағыз басшы айналасында не болып жатқанын жіті қадағалап отыруы тиіс. Оныншы, жауапкершілікті толығымен өз мойнына алу. Білікті басшы қол астындағылардың жіберген кемшіліктері мен қателіктерін толығымен қабылдап, өз мойнымен көтере білуі керек. Егер ол бір жауапкершілікті мойнына алудан жалтарып, басқаларға аударар болса, онда оның жақсы басшы болмағаны. Қол астындағылардың бірі қателік жасап, сол арқылы өзінің біліксіздігін көрсетсе, басшы мұны өзінің кемшілігі деп қабылдауы қажет. 11. Ынтымақтастық. Білікті басшы басқалармен ынтымақтасу қағидасының берер пайдасын түсініп, оны өмірде қолдана білуі шарт, және қол астындағылардан да соны талап етуі керек. Көшбасшылық үшін адамда жігер болу қажет, ал оған тек ынтымақтастық арқылы ғана қол жеткізуге болады. Көшбасшылықтың екі түрі бар. Біріншісі және ең тиімдісі қол астындағылардың қалауымен және мақұлдауымен қол жеткізген басшылық. Екінші түрі көпшіліктің қалауынсыз күш қолдану арқылы жеткен басшылық. Күш көрсету арқылы келген биліктің ғұмыры ұзаққа созылмайтындығы туралы тарихтан жақсы білеміз. Осылайша қол жеткізген патшалар мен диктаторлардың ғұмыры келте болған. Бұл ең үлкен кемшіліктің бірі. Адам баласы күшпен орныққан әділетсіз басшыларды иттің етінен де жек көреді. Наполеон, Муссолин және Гитлер мұндай биліктің айқын мысалы. Олардың қай-қайсының да дәуірі ұзаққа созылған жоқ. Халықтың қалауымен орнаған биліктің ғана дәуірі ұзақ болмақ. Күшпен орнаған билікті жұрт қолданғанымен ол уақытша ғана құбылыс, және ол адамдардың ықтиярынсыз болары анық. Көшбасшылықтың түрі жоғарыда атап өткен 11 қасиетті және кейіннен сөз болатын басқа да факторларды толығымен қамтиды. Бұл қасиеттерді өз бойына сіңіре білген басшы өмірдің қай саласында болсын жетістікке жетері сөзсіз.